Сәлем, объективті оң мен солды ажыратып білетін саналы көрермен. Сіздермен жақсы болады. Бұл актуалды да соңғы жаңалықтарға жүргізілген Мұхарбай Болаттың субъективті анализі. Мен сізге, сіз маған үйренісіп кетеміз деп ойлаймын. Кеттік. Қазақстан үшін ғана емес, әлем үшін нөмірі бірінші жаңалық әрине коронавирус. Бүгінгі таңда коронавирустың жағдайы келесідей. Әлем бойынша 95.413 адам коронавируске шалдыққан. Оның 3.285-і қаза болды. Ал эпидемия өршіп жатқан топ 10 ел тізімі келесідей. Қытай мемлекеті 80 мыңнан аса, Оңтүстік Корея 5766, Италия 3089, Иран 2092, Жапондарда 331. Ары қарай Франция, Германия, Испания, ақш және Сингапур секілді дамыған елдерде коронавирус жұқтырған адамдар саны 100-ден асады. Ал Қазақстанда коронавирус бар ма? Денсаулық сақтау министрі Біртанов Елжан Амантайұлының сөзінде Қазақстанда коронавирус жоқ. Сену қиын әрине. Бар болып тұрып, сол ақпаратты бізден жасыра алғандары екі есе таңғалдырады. Коронавирустың өзі де ақмақ емес секілді. Дамыған елдерге шабуылдап, Қазақстанға кіре берсе, мәс саған мыналар онсыз да қырылып жатыр екен ғой деп, бұрылып басқа жаққа кеткен болса керек. Өзіміздің тұмауларымыз спид, көз тию мен суық тию, жемқорлық айта берсең көп, осы да жетіп жатыр. Жетпегені коронавирус еді. Өткен аптаның басты жаңалығы Семей қалалық нөмірі 2-ші соты Мұхтар Жәкішевтің мерзімінен ерте босату туралы 3-ші өтінішін қанағаттандырды. Әлеуметтік желілердің барлығы Мұхтар Жәкішев жайлы сөз қозғады. 2010 жылдан бері түрмеде отырып, денсаулық жағдайына байланысты бірнеше рет мерзімінен ерте босату жайлы сұраныс білдірген Жәкішевтің өтініші 3-ші топ мүгедектікті алғаннан кейін бірақ қабылданады. Ақорданың ішінде 10 жыл бойы жоғалып жатқан Мұхтар Жәкішевтің камерасының кілтін Тоқаев тауып алған сияқты. Өзінің твиттеріндегі постымен сот отырысына 1-2 күн қалған кезде халыққа намек тастаған Тоқаевтың жазбасы бәріне түсінікті болды. Сүйіншілетіп жазғандар да аз емес. Мысалы, бұл мәселе жөнінде Арман Шураев былай дейді. Сегодня у меня два прекрасных повода для того, чтобы выпить бокал белого вина. Первый. Это, безусловно, освобождение Джакишева. Второе. Это мое освобождение от Национального совета общественного доверия. Хочу пояснить, что прошлым летом одним из главных условий моего вхождения в состав Нацсовета являлось немедленное освобождение Джакишева. Сразу не получилось. Ждали полгода. Но все же миссия выполнена. Бұл жеңіс көрпесін өзіне татып жатқандар әрине көп. Бірақ ақиқат біреу. Бұл халықтың жеңісі. Түркістан облысындағы 30 Калашников автоматы мен 27 Макаров тапаншасын ұрлаған сарбаз жайлы бәріңіз естіген шығарсыздар. Оған қоса 500-ге жуық оқтарды ұрлаған Рэмбо ұсталды. Басында теория көп болды. Қалай ұрлады? Басшылық көмектесті ма? Келісілген ұрлық болмай. Және басты сұрақ, бір адамның мынаның барлығын қалай алып кете алғандығы мүмкін. Сөйтсе, Ішкі істер министрлігінің тергеу департаментінің басшысы Санжар Әділов қарулардың қалай ұрланғандығын түсіндіріп берді. Арасында да біраз уақыт бойы қарулар ұрланып келген. Қаңтар айының соңынан ақпан айының ортасына дейін сарбаз 1-2 қарудан ұрлап келген. Кейін бұл қылмысқа достарын тартқан. Қарулардың басым бөлігі 20 ақпанға қараған түні ұрланған деді Санжар Әділов. Санжар мырза, бұл сөздерден кейін оны ұрлаған сарбаз қылмыскер ме, әлде көз алдында ұрланып жатқан қаруды байқамаған әскери бөлім басшылығы қылмыскер ме деген сұрақ мазалайды. Мұндай әрекеттерден кейін террористік актілер мен қарулы тонаулар неге көбейеді деп сұрамай қойсақ та болады. Бұл қару адам өлтіреді. Қателік жасауға болмайды. Қару қоймасымен сіздердің кабинеттеріңізді салыстыратын болсақ, қару қоймасына кіру қайда жеңілдеу ма дедім.
Өткен қыс барлығына оңай болмағаны белгілі. Боран, көктайғақ. Ақмола облысы мен Солтүстік Қазақстан облысындағы жолдардың жабылуына алып келді. Еліміз үшін әдетке айналған құқық қорғау органдарына деген құрметсіздік ешкім үшін құпия емес, өкінішке орай. Алдарыңыздағы видео Ақмола облысында көктайғақ пен қалың қардың кесірінен жабылған тас жолындағы автокөлік иелері мен полиция қызметкерлерінің арасындағы цирк. Тамашалаңыздар. Жол полиция қызметкерлерінің жемқорлыққа батып, өз абыройларын әу баста түсіріп алғандығын білеміз. Бірақ біздің қауіпсіздігіміз үшін жасалып жатқан операцияларға кедергі келтіру барып тұрған ессіздік. Қорғағаным емес, объективті болуға тырысайық. Шын мәнісінде атына лайық құқық қорғау қызметкерлері бар. Көпке топырақ шашалмаймыз. Әлі бәрі жақсы болады. Құрметті көрермен, сізден қолдау болса, жақсы болады, жалғасын табады. Соңғы видеоға байланысты комментарийлеріңізді қалдырыңыздар. Каналға жазылып, объективтілер қатарына қосыл. Бірінші шығарылымда сіздер үшін бір интерактив ұсынамын. Видеоның астында көрсетілген электронды адреске өз ұсыныстарыңызды жолдаңыздар. Ең бастысы, сіз тұрып жатқан ауылда, немесе қалада, тұрғын үйде заң бұзушылықтарды байқасаңыз, біздің адреске фото немесе видео түсініктемелеріңізді жіберіңіздер. Қазіргі заманда кез келген мәселенің шешімі табылу үшін ол жайлы барлығы білу керек. Жаппай ақпараттандыру біздің басты күшіміз. Мен сіздерден келген ақпаратты тексеріп, саралап, бұл мәселені шешуі тиіс адамдардың аттарын атайтын боламын. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарсақ, нәтиже міндетті түрде шығады. Бұқарбай Болат сіздермен қоштасады, бәрі жақсы болады. Рахмет.